Мына жерде 2 миллион. Алда әулетін жайына қалдыр. Олың мен аптасына 1 рет көрсе аласың. Түсінікті ме? Гу ханым, сіздің әулетіңіз бай екенін білем. Менің ақшамым жоқ болса да, олар мені уайымдатпайды. Мен бұл жерге тек Сяубай үшін келдім. Маған басқа ештеңе керек емес. Саған сенеді деп ойлайсың ба? Дәл қазір сөздерімді дәлелдей алмаймын. Алайда уақыт бәрін көрсетеді. Бұл жерде тек Сяубай үшін жүргенімді өзіңіз де түсінесіз. Уақыт өте көрерміз. Сяубай, тезірек ояна ғой. Күн ұясынан шықты. Тезірек таңғасыңды ішіп ал, сосын балабақшаға барамыз. Анашым, менің ұйқым қанбады. Мен таңға дайындап қойдым. Жуынып, кейінде төменге түс. Болмаса, кешігесің. Тездет енді. Кіші мырза үшін мен саңырауқұлақтардан сорпа мен қарлығаштың ұясын дайындадым. Сен не? Менің шөбереме қандай тамақ бересің өзі? Ол әлі өсіп жатқан бала ғой. Қараш қандай арық. Үлкен әже, бәрі сен ойлағандай емес. Мен анам дайындаған жұмыртқалы бутербродты жақсы көрем. Менің ойымша бұл өте тойымды тамақ. Жарайды, сенің сүйікті тамағың осы болса, сенімен бірге таңғы ас ішейік. Шен, ертең ерте тұрмай-ақ қой. Ертеңнен бастап таңғы асты Мусюань жасайды. Мен оның жасағанын жемеймін. Ол маған көмектесіп жатыр ма? Мүмкін емес.